Gözlerine karap doymayman Şangırlı geçti Kelbetinde yarın kıymayman Misli perişte Var mıydı özü sende mehir Meni korlama Süy almadın meni belkim Endi aldanma Oylamadım, kaygırmadım meni sulu Jaraladım, yüreğimde kıyım könlü Belkim sen de oylanarsan aylar öter Dertlerimden şıpasına yıllar geçer Yeah yeah Gözlerine karap doymayman Seni görgende Жұлдызlarga seni kıymayman Ay görüngende Бар сияқлы сенде бір сиқыр Seni oylayman Hatta bir gün görmesem seni Tura almayman Oylamadın, senbedin mağan sulu Ber almadın, yüreğime menin жылу Өзге ярдан алданғанда түсінерсең Сонда маған кеш болса да сенерсең Жаңа жыл кешеміз давам етеді. Бүгін және бір мейманымыз халқымызға белгілі талант иелерінің бірі Исатай Алдабергенов. Исатай, біздердің көрсетуімізге, жаңа жыл кешемізге қош келіпсіз. Мархамат, біздердің тамашагөйлерімізге АТВ телеканалының ықыласпентлеріне өзіңіздің жаңа жыл тілегіңізді білдірсеңіз. Баршаға ассалаумалейкум, құрметлі халық. Міне жаңа жыл қарсаңындамыз, жаңа жыл кіріп келмекте. Баршаға жаңа жыл елімізге мол рызық несіп алып келсін, халқымыздың өміріне бақытлы, парауан, мазмұнды өмірді алып келсін. Еліміз тыныш болсын. Дүниеде не жақсылық бар, сол әлемдегі бар жақсылықты халқымыздың әрбір шаңырағына тілеймін. Барлық меймандарымыз қатары сізге де сұраумен жүзленбекші едік. Осы өтіп бара тұрған 2024 жылға рахмет айту үшін 3 себебіңіз қандай? Сұрау жүді мазмұнлы һәм тиянаклы сұрау есептелінеді. Рахмет сұрау үшін. Әлбетте, жаңа жыл болғаннан кейін әрбір шәхіс жылдың соңында бұл жылда мен қандай нәтижелерді қолға кірттім деген сұрау болады. Сол үшін әлбетте бір нәрсе айту мүмкін. Ең үлкен мәселе 2024 жылда шаңырақлы болуға ерістім. Өмір жолдасыммен біргелікте қосылдық, шаңырақ көтердік. Себебі өмірдегі барлық мәселе міне шаңырақпен байланысты, бізде рухи қадірет сипатына таналынған. Екіншісі, жұмысымда үлкен тасқын табыстар болды, жетіскенлікке ерістік. Үшіншісі, жеке өмірде, жеке рауажлануда үлкен рауажланулар, прогресстер болды.
Рахмет, сұрауларымызға берген жауапларыңыз үшін рахмет. Алдағы жұмысларыңызда, дөретушілік жұмысларыңызда тасқын табысла тілейміз. Сау болыңыз.